Белгілі журналист, зерттеуші, халқымызға күләш пен шарадай асылдарының өмірі мен өнегесін таныстырған жазушы Сара Лятиева апамыздың сара сөзін тыңдауға шақырамын. Сара апа, көзі қарақты оқырман өзіңіздің Күләш апамыз туралы, Шара апайымыз туралы, Хадиша Бөкеева мен Байғали Досымжанов туралы кітаптарыңызды іздеп жүріп оқиды. Бірақ Сара Лятиева деген жазушыны көп адам тани бермейді. Бір жағынан жазушының танымал болуы маңызды ма? Халық үшін сөз айтатын адамның танымал болған дұрыс. Бірақ оның танымал боламын деп мен сөйтіп едім, мен бүйтіп едім. Ана жерде, мына жерде мен танымай қалды деп, мен енді бұны түсінбеймін, өзгеруі қажет емес ау деймін. Егер адамның айтқан сөзі, немесе істеген ісі халыққа ұнаса, қандай да болмасын, кез келген салада жазушы болмай-ақ та, халық оны, анау авторды түстеп көргісі келсе, қазір біздің заманнан гөрі енді жағдай мол, іздеп жүріп табуға, тануға. Ал енді автордың өзі, мен мынаны сөйтіп едім, пәлен жыл ана кітабым шығып еді, деп өзінің ізденіп жүруін мен өзім құптамаймын. Мүмкін бұл менің өзімнің көзқарасым, өзімнің ұстанымым солай болғасын айтып отырған шығарым. Ал енді еңбектері елдің игілігіне асып жатса, ең үлкен танымалдылық және абырой сол ғой деп түсінем. Өткен ғасыр деп сөйлейтін болдық қой. Енді 69 жылы біз университет бітірдік. Тауман Амандосов дейтін деканымыз болды. Сол кісі айтушы еді. Сендерді жұрт мына жазғандарыңа қарап, ана қол қойғандарыңа қарап танитын болсын. Мен сондаймын деп өзгерудің қажеті жоқ. Ал бірақ жазғандарыңа қолдарыңмен, бастарыңмен жауап бересіңдер. Әрбір детальға, цифрға деп. Біз енді қалай болғанда да сол ұстанымды басшылыққа алып қалдық. Енді ол әркімнің әрине жеке мінез болады. Бір үйдің 10 баласы болса, 10 түрлі мінезі болады. Оның қасында қаншама қалам ұстаған халық, оның әрқайсысының мінезі болады. Біздің ұстанымымыз сол ұстаздарымыздың айтқанындай. Біздің ұстаздар қандай еді? Тауман Амандосов декан, Совет Масқұтов. Сонда ол кісі айтады, телевидение деген күндердің күнінде алға шығады. Онда мына адамның жүзі де, әлгі Чехов айтқан сөзі де әдемі болу керек. Және өзің сөйлеп бір нәрсені экраннан көрсетіп тұрғанда, сенің артыңдағы фонның барлығы сенің сөзіңді тірілтіп тұру керек дейді. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы мүшесі, Қазақстан журналистер одағы мүшесі Сара Лятиева 1947 жылы 2 ақпанда қазіргі Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданы Орда ауылында дүниеге келген. 1969 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тамамдаған. Еңбек жолын аудандық Октябрь туы газетінде, Гурьев облыстық радиосында корреспондент, Республикалық Қазақстан пионері газетінде, Қазақ радиосында, Ұлттық Қазақстан энциклопедиясында, Ақ желкен журналында бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған. Мен соғысты көргенім жоқ. Бұл, Хадиша Бөкеева, төрелігін өздерін айтыңдар, туған жердің түтіні сынды кітаптар жазып, әдебиетке айтулы үлесін қосты. Театр, кино саласына қатысты көптеген рецензия жазды. Оның қазақ руханиятындағы орны айтулы тұлғаларды танытумен айқындалады. Қазақ сахнасы мен музыка өнерінің ірі өкілдері туралы деректі көркем шығармалар жазды. Әсіресе әйгілі опера әншісі Күләш Байсейітова туралы «Бұлбұл» атты повесть эссесі ұлттық өнер тарихын көркем тілмен жеткізген маңызды еңбек. Сондай-ақ Хадиша Бөкеева, Байғали Досымжанов жайлы туындылары арқылы қазақ
театр өнерін кеңінен насихаттады. Бұл еңбектер арқылы ол өнертанушы ретінде қазақ мәдени мұрасын жүйелеп, кейінгі ұрпаққа жеткізді. Ойыңда қартаю деген болмайды, мен солай түсінемін. Бірақ егер Алла тағала саған өмір берсе, сен жаңағы балалықтан бастап бірталай өмірдің белесінен өтіп келесің бұғанда. Ал енді сол кезде сен бала-шағаңа ту, әрі отыршы дегізбей, бұрынғы танып жүрген адамдарыңменен адам сияқты бұрынғыша араласып, сәлемің түзу болса, не болса соған жаңағы сен ондай болмадың, біздің заманда бұндай емес еді, ананы бүйтіп киме, ананы бүйтіп істеме деп ілінісіп отыру, ол қарттық емес. Өлімнен мына жастар қорықпайды. 16-17 дегілер, мысалы махаббаттан 15-16-да атылып, асылып, өліп жатады. Олар қорықпайды өлімнен, себебі өмір сүріп көрген жоқ, әлі зәт екенін білмейді. Сосын мына белгілі бір жастан асқаннан кейін психикалық жағынан дұрыс адамдар қорықпайды өмірден. Себебі егер сен қолыңнан бірдеңе келді ме, осы уақытқа дейін сен істедің оны. Бала-шағаңды мысалы өсірдің ба? Өсірдің. Өзің қолыңнан бір нәрсе істедің ба? Істедің. Сен бұдан өттің. Ал бұдан қалған уақыттың бәрі саған Алланың берген кеңшілігі. Ол кеңшілікті дұрыс пайдалана алсаң, ол қалай болғанда да сенің олжаң. Пайдалана алмасаң, ол тағы да сенің ұтысың. Ал енді топырақты өлім, торқалы той, ол жалпы адам баласына ортақ. Дүниеге келіп, ата-анаңды қуантып той жасаттың ба? Енді сен шайтан емессің, періште емессің, құдай емессің. Әйтеуір бір барасың ғой баратын жеріңде. Бала-шағаңның алдында кетсең, ешкімге салмағыңды салмай кетсең, ол әрине арман. Бірақ енді Алла оны қалай есептейді? Менің дегенмен әлі бір жоспарларым бар. Соған кеңшілік бер деп сұраймын. Мүмкін мен бұған дейін көп іштеме бітірмесем де, соңыма қарамай дәмем зор әлі де.